Мама, просто ничего. Чоколад такда, а кутилю, а это. Bismillah, 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 bismillah. Қайырлы түн немесе күн, қалайсың? Вообще қазір маған осындай түлкі руки деген формат вообще күшті ұнап жүр. Бисмилля. Енді бұл жерде маңызды емес, негізі мен жүзімді көрсетемін ба, көрсетпеймін ба, иә. Бұл жерде маңыздысы саған приятный жасау, хорошо? Сені жалпы қуанту, фокус моего внимания это ты. Так, мына көліктің кішкене былай айналдырайық, себебі мына замочектерін ағайын тиіп жатыр. Әлде ұнай ма ондай дыбыс? Так, в общем, ну ладно, мына былай нормально. Бисмилля. Бүгін біздер кішкене бір рұқсат етілмеген дүниелер жасаймыз. Себебі мынау менің сіңілімнің не дейді андай журнальный столик или рабочее место, в общем, сондай нәрсе. И осы жерге келдім. Мен кішкене ұрланып бірдемелер жасаймыз осында, хорошо? Вообще-то бір рұқсатсыз бірдемелерді жасаған кезде андай бір адреналин бөлінеді. Давай, бірақ адреналин ол менде ғана бөлінсін, хорошо? Саған керек емес, сен тынығу үшін келдің маған. Так, бисмилля. Мына жерінде бізде әуелі розочкалар тұр, гүлдер. Жақында сіңілімнің туған күні болды. Соған сыйлаған гүл. Дұрыстап ленточкасын байлап жіберейік. Бара тұр маған білем. В общем, осылай. Что-то ленточка совсем другая. Альхамдулилля, байланды ленточка. Мынадай гүлдер. Бірақ уже солып қапты. Төгіліп жатыр мына масқара. Ну, короче, сен көрдің да. Все. Так, мына жердегі суды сен бұны көрген жоқсың. Так, бүгін давай мына жерде бір стаканчик қой, в общем, какой-то бір содан мынадай бірдемеселер алып жіберейік. Ну там сенің жаңағыдай, білмеймін енді, какой-нибудь эксперимент, просто для интереса сенің бетіңе жаңағыдай манипуляциялар жасайық, неше түрлі, хорошо? Так. Ну все, ничего.
екі қасыңның ортасынан, иә. Бисмилля. 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 Так, енді бетіңнен хорошо. Бүгін сені бір какой-то бір рефлекстерін тексеріп көрейік, хорошо? Просто проверка, просто приятное времяпрепровождение. Уақыт өткізгенде просто босқа отырмайық. Приятный нәрселер жасайық. Саған да және пайдалы. Бетіңе тигіземіз. Хорошо. 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 Давай енді иегіңе тигізіп көрейік, хорошо? Почему-то көбісі иекті ойламайды. Но иек тоже приятный зоналар ғой. Так, иек. Давай естіп көр, тыңдап көр, хорошо? И бұл қандай материал екенін айтып көрші. Енді анандай ағаш, темір, пластмасс деген сияқты, хорошо? Давай. Қазір. Так. Бисмилля. Я ағаш. Я ағаш. Вроде бы ағаш. Ағаш, бірақ сыртын лактаған. Я. Мына жерлері. Осы маған интересно, я. Осы бір мына жерлерім бар ғой. Жалпы любой кисточканың даже жаңа боянуға пайдаланатын да неден жасайды екен? Сол қызық маған. Не нәрсе? Малдың жүні ме екен? Түгі әлде қалай? Так, енді мына жерді көрейік, мынау басқаша. Я, қара. Мына ағаш. Мына жер. Я, темір. Әлде пластмасс. Ойбай, алюминий. Темір. Я. Алхамдулилля. Умничка. Надо. Ужас, иісі, мамочки, корректорный иіс. Жаманекин. Так, искеми, хорошо. Просто дауысын тыңдаймыз. Ой, бірдеме сесі бір жерге тұрып қалды. Все, алхамдулилля. Так, бұны біз емес құртқан. Өзімен істемей қалды. Все. Так.
хорошо. Андай дальтоник или не дальтоник тексеріп көрсеңіз. Әрине сен дальтоник емессің. Просто интересно ғой. Хорошо. Так, бұл деген бізде карандаши. Қазақша түрлі түстік қалам. Сенің қазақша мен орысшаңды білейкім. Так, қандай түс? Так. Қандай түс? Қоңыр, 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 қоңыр. Келесі. Так, бұл деген тіпті мен білмеймін. Розовый ма, білмеймін, сондай бірдеме сияқты. Да. Что-то такое. Андай кішкентай торай шошқаның баласы болады ғой. Вот осындай цвет олар. Мен оны қайдан білем ба? Мен деген біздер бұрында кішкентай кезімде шошқа асыраған әке шешем содан білем деп па. Так, мынау. Стоп, қараймыз, стоп. Я. Қызыл. Қою қызыл. Сондай. Қайтадан қорабына сала берейін. Келесі. Көк. Дұрыс, көк. Келесі. Мына жерде бір түс бірнеше рет қайталанады екен. Жасыл. Ой. Келесі. Да. Ақ. Белый. Айтпақшы түстерді қазақша, орысша, ағылшынша айтып көрейік, да? Так. Мына жерде мен деген білетін. Ағылшынша мыналарды білмеймін. Мынаны білемін. Жасыл. Дұрыс, зеленый. Дұрыс, green. Так, мынау. Күлгін. Я, ана, неге под цвет? Пердеге под цвет болып тұр, я. Фиолетовый. Я. И ағылшынша. Так, ағылшынша. Ағылшынша. Білмейміз, да? Есіме түспеді. Ладно, хайыр. Бірақ андай айтайын ба, қай кезде есіңе түседі. Жалпы адамның миы негізі ұмытшақ қой. Бірақ егер адамға қауіп төніп тұрса, қазір мына түсті, я мысалға жаңа фиолетовый, я күлгіннің, мен өлейін деп жатсам, бірақ маған ағылшын
жатыр. Так, мынау. Я бір қоңыр түсті. Боқтың түсіне ұқсайды. Коричневый. Ағылшынша. Білмеймін. Что-то ағылшынша ұмытып отырмын. Так, келесі. Міне жаңағыдай бір түс бірнеше рет қайталанып тұр. Давай бұл бізде торайдың түсі бола берсінші. Білмеймін даже қандай. Оранжевыйдан мықты ақшыл түсі ма сондай. Розовый. Я как будто бы, білмеймін даже, розовый надо бір розовый міне мынау ғой. Розовый. Мынау жеген шамалы қанықтау тұр. Біздер онша түс біле қоймайды екенбіз. Білетініміз жасыл, қызыл, көк. Одан артық уже қызық. Еще анандай бір жалпы көбінесе дизайнерлер, стилистер, бір түсті, оказывается, мысалға біз білетін бір көк қой. Ол шақтарда көктің, білмеймін енді, бір 5-6 нұсқасы бола береді екен. Светлый, темный, тағы бірдеме атаулары бар екен. Тіпті біз білетін ақ түстің, қазір көрсетейін. Ақ түстің қаншама түрі бар. 6 ма сондай. Бір рилста ма бірдемесе көріп қалдым. Субханаллах, қызық. И вообще, зачем себе жизнь усложнять, да? Просто бірдеспен өмір сүре берші. Андай белый, сосын қалай бледно-белый, жаңағыдай цвет, қалай еді, слоновая кость, сондай 4 нұсқасы болады екен ғой. Так, келесі мынау қою көк. Бұл жақта қара жоқ, қара түс жоқ. Мынау серый дұрыс. Серый. Так, қазақшасын серыйдың білмеймін. Мынау деген тоже фиолетовый. Темный фиолетовый какой-то. Қою күлгін деп айта берейік. Қою күлгін. Жаңа түс ойлап таптық.
шексіз түстерді көреміз иншалла. Цвета разные. И соған қызықты, как это возможно деп ойлаймыз. Но Аллах тағаланың жаңағыдай возможностьтары, мүмкіндіктеріне шек жоқ қой. Алхамдулилля. Оған енді шынайы түрде иман келтіргендер ғана қабылдай алады. Басқаларда енді андай күмән болады. Алхамдулилля, Аллах бізді күмәннен сақтасын. Амин, амин, амин. Ашық көк, дұрыс. Аспан. Айтпақшы, біздің аспан қазір мысалы күндіз жарық болған кезде көк көмек болып тұрады ғой. Сол ана күн сәулесі мұхиттарға түседі ғой. Біздің жер бетіндегі мұхит теңіздерге. Солардың отражениясы аспанды көк қылып тұрады екен. Қызықты. Бір неден естідім. Документальный фильм бар бір жерде. Біздің түсінігі сөйтті. Или қан. Алхамдулилля. Келесі. Жасыл. Дұрыс. Жасыл. Алхамдулилля. Просто еще мына дүниеде шынымен де түсті ажырата алмайтын, жалпы айналасының барлығын бір серый болып түссіз көретін адамдар бар. Олар дальтоник деп аталады. Еще андай инстаграмда, жалпы бір ютубта, шортстарда болады ғой андай. Соларға арнаған очки бар екен ғой. Соны киеді, и олар қуанып, жылап, мәз болып атады. Әлем деген әдемі екен ғой деп түстерді көріп. Субханалла. Сары дұрыс. Субханалла дейсің. Әлемнің жарығы. Түрмесінде көрген. Нағмет. Жасыл. Жалпы жасыл түс еще біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүйікті түстерінің бірі. Жалпы пайғамбарымыз жасылды жақсы көрген. Көк. Дұрыс. Көк. Алхамдулилля. Давай біздер саған кішкене бетіңе крем жағып жіберейік, хорошо? И потом иншалла демаламыз, хорошо? Бисмилля. Так, қай жерде көңіл жайлы? Крем көреді. Мына жерде. Шамалы ғана аламыз. Ну, чуть-чуть. Ну, капелька. Негізі біреудің затын алуға болмайды. Просто менің туған сіңілім болғасын кішкене алуға болатын сияқты. Бисмилля. Так. Міне, чуть-чуть мүмкін ба? Это ничего не решает. Алхамдулилля.
орнына қойып қояйық. Место преступления байқамау керек. Так, все. Қайырлы түн. Здесь нас не было.